Сәлем баршаңызға достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Үйде бар қарапайым заттардан жасалатын керемет песочный печеньенің рецептімен сіздермен бүгін бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал енді печеньемізді жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сары май және електен өткізген ұн, сахарный пудра, разрыхлитель, шым-шым тұз және жұмыртқаның ағы, ванилин қажет. Енді бөлме температурасына ерген сары майымызға сахарный пудрамызды қосып, жақсылап ақ масса болғанша миксерлейміз. Оның үстіне шым-шым тұзымызды және жұмыртқамыздың ағын және ванилинді қосып, жақсылап тағы да миксерлейміз. Енді разрыхлителімізбен електен өткізген ұнымызды қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Ұнымызды бірден қосып жібермейміз, жай-жай қоса отырып, осы видеодағыдай миксерлейміз. Әр ұнның сапасы әртүрлі болғандықтан сіздерге берген мөлшерден кем немесе артық шығуы мүмкін. Сол үшін видеодағыдай қою масса пайда болғанға дейін ұныңызды сол жобада қосасыздар. Міне видеодағыдай өте қою масса шығады. Осы массамызды алып, осындай кондитерский мешокқа насадка салып, жаңағы қою массамызды салып аламыз. Енді пергаментке печеньелерімізді насадканың көмегімен кез келген формада шығарсаңыздар болады. Мен осындай екі түрлі формасын шығардым. Формасында қатып қалған қағида жоқ. Өзіңізге ұнаған формада шығарсаңыз болады. Енді осы печеньелерімізді алдын ала қыздырған 170 градус пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Міне печеньелеріміз пісіп шықты. Енді шоколадты глазурь дайындаймыз. Ол үшін кез келген шоколадты сливкемен араластырып, микроволновкада жақсылап ерітіп аламыз. Шоколадты глазуріміз дайын болды. Енді осы шоколадты глазурімізді венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, дәл видеодағыдай печеньелерімізді бір шетін батырып, оны осындай арахиспен әсемдесеңіздер болады. Бірақ арахис болмаса, ол міндетті емес. Өзіңізге ұнаған кез келген фантазияларыңызбен әсемдесеңіздер болады. Мінекей печеньелеріміз дайын болды. Бұл печеньелер сіздің балдарыңызға өте қатты ұнайтыны сөзсіз. Осы печеньеден кейін сіздер дүкеннен печенье алғыларыңыз келмей қалады. Видеоны соңына дейін көріп жатсаңыздар, міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр, қош сау болыңыздар.